Ең үлкен қорқынышыңыз не? Бала кездегі, жас кездегі үрейлер басқаша болады. Ал қазір есейген, егде тартқан шақтағы қорқынышым қазіргі жас буын, жас ұрпақ, алдыңғы буын аға толқыннан қажетін өмір сүру дағдысын дұрыс қабылдай ала ма, алмай ма? Солардан өнеге, үлгі, насихат тыңдай ала ма, алмай ма деген қорқыныш. Өкінішіңіз бар ма? Өз басымда, жеке басыма, отбасыма салыстырмалы түрде қарап айтқанда өкінішім жоқ. Әрине, бірақ адам өзіне ылғи да сын көзбен қарайды ғой, сондықтан көңілім, өзімнің көңілімнің толмайтын жері өте көп. Соңғы рет кімге алғыс айттыңыз? Мынау бірнеше жылдан бері соңғы уақыттарда біздің елімізде 1 наурыз алғыс айту күні де белгіленді ғой. Осы бір күннің белгіленгеніне мен өте қуаныштымын. Бірақ сол алғыс айту күнінде ғана емес, кез келген уақытта айналаға, жан-жаққа, ол міндетті түрде ата-анаң, бала-шағаң болуы міндетті емес, бірақ жылы сөзіңді айтып жүргенге не жетсін. Сондықтан мен дәл қазір ойлап отырсам, соңғы рет деп айтпай қойайын, жақында ғана осы өзімнің жұбайыма, күйеуіме ризашылығымды білдіріппін. Бір ойымдағы жоқ нәрсені ойымдағыдай орындап беріп, маған сол туралы айтқанда қатты риза болып, рахмет айттым. Анаңызға соңғы рет қашан хабарластыңыз? Менің ата-анам о дүниелік болып кеткен. Рухы пейіште шалқысын. Бірақ сол ата-анама мүмкіндігінше, ең соңғы дәмі үзілгенше деп айтайын, хабарласып, жанына жалау болуға тырыстым. Осыдан 19-20 жыл бұрын анам о дүниелік болар кезде, дәріл бақиға аттанар кезде аузына суын тамызып, қасында отырдым. Анаңыздың есте қалған кеңесі? Анамнан үйренгенім көп. Ол кісі сосын мен сені дәл қазір тәрбиелеймін, саған ақыл айтамын демейтін, өзінің іс қимылымен, әрекетімен, харекетімен өнеге бола білген анам. Бірақ сол кісінің өзінің әңгімелерінен көп нәрсені бағамдадым, және әсіресе ол кісі адам қай жерде болмасын өзінің бағасын білу керек, және өзінің орнын лайықты білу керек деп отыратын. Сондықтан мен осы шешемнің айтқан сөзін, аузынан тастамайтын осы сөзін өмір бақи өзіме ұстаным етіп келем. Әкеңіздің болмысы қандай? Көзін көргендер, мен 7 жасымда әкемнен және 2-1 ағамнан жол апатына ұшырап, ол кісілер содан 7 жасымда айырылған адаммын. Сондықтан өзімнің ғұмырымды көбінесе 2 кезеңге бөліп естелік етіп айтатыным бар. 7 жасыма дейін, сосын 7 жастан кейін деп. Сонда менің де көз алдымда әкемнің қандай адам болғаны әлі күнге шейін көз алдымда. 7 жасыма дейінгі, менің 2 жасымнан бастап барлық сол әкеммен болған, шешеммен, отбасыммен, дүнием түгел кездегі, 4 құбылам түгел кездегі бақытты сәттерім, оқиғалар, басымнан кешкендерім әлі күнге шейін көз алдымда. Құдайдың құдіреті. Әлгі әшейінде есте сақтау қабілеті бар адамға жатпаймын, бірақ осы суреттер әлі көз алдымда. Бірақ кейін о дүниелік болғаннан кейін әкемнің көзін көргендердің де айтуынша әкем өте талантты, жан-жақты, өнерлі, 8 қырлы, 1 сырлы деп айтамыз ғой. Сондай адам болған, және сол әкемнің таланты дейміз бе, дарыны, қабілеті дейміз бе, соның бәрі 6 баласының ішінде тек қана маған ғана қонған. Мен осы жағынан әкемді ылғи мақтаныш етем. Талғампазсыз ба? Жалпы талғампаз болу керек шығар.
талғампаздық деген ол сенің өзіңнің ішкі меніңнің бар болуы. Алайда мен өзімнің замандас құрбыларым сияқты қымбат киім алса, бағалы киім алса ғана бақытты сезінетін адам емеспін. Мен арзан бағаға да жай осы кез келген базардан қажетті, өзіме қажетті деген деп санаған егер киім табылатын болса, соны ойланбай кие берем. Бірақ ол өзінің денеңе қонып тұруы керек. Осы жағынан әрине өзімнің талғамымды биіктетуге тырысамын. Өзіңізді қандай адаммын деп санайсыз? Қатардағы қарапайым адамның бірімін. Қазір енді Аллаға шүкір немерелері бар, әжемін, анамын, Құдай қосқан қосағыма аяулы жармын. Шын мәнінде біз енді Алланың құлымыз ғой, қарапайым пендемін. Атақтан бас тартқыңыз келген кезіңіз болды ма? Осы кейбір үлкен тұлғалардың айтқандарынан немесе жазғандарынан ылғи оқып жүретінмін. Шын мәнінде жақсы адамды дейме, нағыз тұлғаны атақ өзі іздеп табады деп. Мен соған көзім жетіп келе жатыр. Өйткені атақ дәреженің соңынан қуған емеспін. Енді бұл сөз жоғары пафоста айтылып жатқан сияқты болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде бажайлап қарасам, әжептәуір лауазымым болмаса да, қоғамның қатардағы азамат ретінде қарапайым адам болсам да, әжептәуір атақ дәрежем бар екен. Ал енді атақтан бас тарту деген мәселені мен осы жақында ғана, осыдан жарты жыл бұрын өзімнің басымнан кештім. Өйткені жаңа айттым ғой, атақ кейде адамның өзін лайықты адам болса әрине өзі іздеп келеді екен деп. Оған қаншалықты лайықты болам болмайым, бірақ бір әжептәуір ойымда жоқ атақ бұйырды жақында осыдан жарты жыл бұрын. Және ол атақтың тіпті дәрежесінің үлкен екенін де білмейді екен мен енді рөлін. Әйтеуір бірде былай атақ, алғыс, хат, марапат, медаль, орден алып жатасың. Сол менің алған атағымды бір азамат, ер азамат әңгіме қылыпты. Ол менің құлағыма жетті. Сөйтсем ол кісі менен бірнеше жас үлкен кісі екенде, және кешіріңіз енді ол аудан көлемінде жүрген адам. Мен де лайық едім, бірақ менен бұрын үміт алыпты ғой деген әңгіме, осындай пендауи әңгімесін естідім, бірақ мен ол кісіні одан кейін қанша рет жолықтырсам да құшуақ алып, қарсы алып, бетінен сүйіп амандасып жүре бердім. Өзіне білдірткен жоқпын. Осы нәрсені естігенде, бірақ осыны маған жеткізушілер жеткізгенде, ойпырмай, егер мынау атаққа мен лайық болмасам, сол кісіге ақ бере салайықшы деген нәрсе болды. Сөйтіп, құрысын бұл атақ маған лайық болмаса, мен неге алдым бұны? Маған кім беріп жүр өзі деген нәрсеге де ойға да түстім де, оның ар жағында қарасам, ол атақты маған жазылып, тіркеліп, мемлекеттік марапат болғаннан кейін ол ойыншық емес екен. Ол маған емес, анаған бере сал дейтін жет шелпек емес екен, үлестіріп бере салатын. Сосын, бірақ сол кезде сондай нәрсеге ойға түскенім рас. Атақтан бас тартып, тура осы туралы, осы Роза Рымбаеваның ұлы дейміз ғой, бірақ өзінің де орны, өнердегі орны жоғары, биікте, өте бір жақсы азамат, әлгі Әли Оқапов, музыкант, әнші, дарынды, талантты бала, құрмет орденіне биыл иеге болғанда, соны да әлеуметтік желілер әңгіме қылып жатты. Сонда ол бала да тура мен сияқты атақтан бас тартам деп шықты ғой. Сол кезде тура сол Әли Оқапов екеуміздің ойымыз бір жерден шықты. Ол бұйырып тұрған атақ кетпейді екен, ал қуған атақтың артынан болсын, бақыттың артынан қуған бұйырмаса жетпейді екен. Орындалмаған арманыңыз қандай? Мен қазір өзімді өзім қанағатшылдыққа бейімдеп жүрген, өзімді өзім тәубеге
ыңғайлап жүрген, көндіріп жүрген емес. Сол тәубеге өзін өзі апарып жатқан жастамын. Сондықтан орындалмаған арманым бар деп айтуыма болмайтын шығар. Жас кезде арманшыл болдық, асқақ болдық, тәкаппар болдық. Шіркін-ай, мынандай нәрсеге қолым жетсе деген нәрселер болған шығар. Бірақ мен өзімнің қиялымда, санамда, өзімнің өрем жеткен жерге шейін армандаған жетістіктеріме Алла тағала жеткіздіріпті. Сондықтан тәубе деймін, бәрі орындалып жатыр, Аллаға шүкір, Құдайдың көзі тура болсын, орындалмаған арманым жоқ. Ал енді алда да армандарым сол ел жұрттың амандығы, басымыздың амандығы, бауырымыздың бүтіндігі, бала шағамның ортасында аман есен ойнап күліп бақытты ғұмыр кешу. Оянғанда бірінші не ойладыңыз? Әр таң атқан сайын көзімді ашқанда аман есен оянғанымызға, түнімнің тыныштық болғанына тәубе етем. Сондықтан міндетті түрде тілімді калимаға келтіру және Аллаға зікір ету, сосын өзім жатқа білетін сүрелерді, аяттарды бір қайталап шығу менің қазір табиғи ішкі дәстүріме енді. Ең алғашқы ойым да сол шығар. Аллаға шүкірлік айту. Қандай ырымға қатты сенесіз? Мен жалпы ырымшыл емеспін. Бірақ біздің ұлтымыздың бір ерекшелігі ырым тыйымдарға өте берік салт дәстүрді ұстанады. Сондықтан халықтың ішінде жүргеннен кейін, көпшіліктің ортасында елмен бірге өмір сүргеннен кейін, көппен бірге көрген той дейді. Жақсы ырымдардың бәріне сенгім келеді. Және сол жақсы ырымдарды шынымен де болады деп ырымдасаң, соның бәрі орындалатын сияқты. Бұның өзі де Құдайдың ғажайыбы ғой. Өзіңіз туралы көпшілік білмейтін бір факт. Өзім туралы көпшілік білмейтін фактілер біреу-ақ емес-ау, бірнешеу. Менің жақында бір кітабым шықты. Сол кітабымда сол өлеңімнің атымен айтылады, ешкімге айтпаған сырларым деп. Менің досым көп, Аллаға шүкір, дос жараным, жолдастарым, сосын ең бірінші сырласым жұбайым, зайыбым, ерім. Алайда сол достарымның барлық сырын, мұңын мен тыңдаймын да, ал олар менің сырыма, менің ішкі мұңыма үңілуге тырысқан емес. Сондықтан өзім ғана білетін фактілер деп айтайын, өзім ғана білетін жайттер өзімнің ішімде, тұншығуда. Және жария қылғым келмейді оны. Сізді не қуантады? Жан-жағымдағы аралас құраласып жүрген адамдардың, замандастарымның жайнап жүргені қуантады. Мен өзі бір жағынан мамандығым мұғалім, педагог, психолог болғаннан кейін қасымдағылардың бәріне позитив сыйлағым кеп тұрады. Қабағынан кірбің көріп қалсам, соның қабағын, жүзіндегі мұңын жазғым келіп тұрады. Ал енді жайдары, жайнап тұрған адамдарды көрсем, соның өзіне мәз болам. Аллаға шүкір деймін. Бала тәрбиесіне келгенде қандайсыз? Өзімнің балаларымды мүмкіндігінше таразының басын тең ұстап дейді ғой. Тепе-теңдікте тәрбиелеуге тырыстым. Өте жұмсақ болған жоқпын. Және қатал да болған жоқпын. Қаталдықты кейбір ата-аналар қателесіп жатады. Балаларына қатал болу дегенді олар қатыгездікпен ұластырып алуы мүмкін. Бұл өте қателік, үлкен қателік. Сондықтан мен балаларыма талап қоя алдым. Өзара түсіністікпен құлақтарына құйып, сосын алдын ала оларды осындай талапқа дайындап қоям. Балаларым сол талапты орындап, менің сенімімнің үдесінен шығуға тырысатын. Осындай тәрбиені меніңше барлық ата-ана отбасында ұстаса қателеспейтін шығармыз деп ойлаймын. Менің қандай ана екенімді жалпы отбасымның
бала шағамның айтқаны дұрыс шығар, келіндерімнің деген сияқты, немерелерімнің мүмкіндігінше мен о бастағы өмірдегі кредом, сосын өмірімнің мәні критерийі жақсы ата-ана болу, жақсы ана болу. Енді сол дұрыс ана деген биікке қаншалықты қол жеткіздім, қол жеткізбедім, ол енді бір ғана Алланың дәргейінде. Қайырымдылықты қаншалықты көп жасайсыз? Қолымнан келше, соңғы қалтамдағы соңғы тиынымды да, егер ол бір мұқтаж адам сұрап кеп тұрса, жоқ деп айта алмайтын табиғатымыз бар. Сосын біз енді жалпы шығармашылық адамы болдық отбасымызбен, сондықтан анау айтқандай қалталы болмадық. Көбінесе жыртық қалталыларға жаттық. Жыртық қалталыларға жатамыз деп айтайын. Жыртық қалталы болғанмен де, қалтамыз кедей болғанмен де, ішкі рухымыз бай болды. Сондықтан біз әлі күнге дейін мынау Жамбыл облысының аймағымыздағы Талас ауданы деген жерде, Талас ауданының орталығы Қаратау, ауылым Үшарал, сол ауданның көлемінде, аудандық масштабта 2 жылда бір рет Ербол мен Үміт шақырады деген қайырымдылық шараларын, концерттерді тегін ұйымдастыруды дәстүрге айналдырғанбыз. Бұл шығармашылық концерттеріміз әсіресе сонау 95 жылдан осы 2017 жылға шейін үздіксіз болып отырды. Тегін концертімізді көруге біздің көрермендеріміз аншылақ болып залды толтырып жиналады. Біздің қолымыздан келетін әзірге қайырымдылықтар осындай. Әрине, садақа беріп отыру, жасырын садақа, жария садақа дегендердің жолы бір бөлек қой. Мүмкіндігінше жасауға тырысамыз. Дін дегенде ойыңызға бірінші келетін дүние? Дін деген ұғымды, терминді, жалпы сөзді ділмен де, тілмен де, мынау ішкі рухпен де байланыстыру керек шығар. Бірақ мен дін деген сөзді айтқан кезде, аузыма алған кезде, алдымен аузымда Алла тұрады. Сосын ішкі руханиятым тұрады. Оның ар жағы тазалық, адал болу, өзіңе өзің сын көзбен қарау деген сияқты тереңдікке апарады. Ренжітіп кейін кешірім сұраған адамдарыңыз болды ма? Жеке құрбы, дос, ел, жұрт, көрші қолаң, ауылдастар, ағайын туғанның арасында ешқашан ешкіммен конфликтіге бармауға тырысамын. Тіпті бала кезінде де, жас кезде де мен достарым дейік, мектеп жасында, кейін студент кезде де, жұмыс істеп жүрген жас кезімізде де қатарымыздағы әріптестеріміз, дос-жарандарымыз мінезін көрсетіп қойса да, тіпті оларға қарағанда мен дұрыс болып тұрғанмен, олар мені өкілетіп қойса да, мен соларға ең бірінші өзім бірінші қадам жасауға тырысатын адаммын. Бұл менің өмір бақи өзімнің табиғатым. Сондықтан жалпы өмірде ешкімді ренжітпеуге тырыстым, ал жұмыс бабымен, қызмет бабымен, сосын менен көмек сұрап келген ақын адам болғаннан кейін, психолог адам болғаннан кейін, менен көмек сұраушылар көп болады. Менің көмегіме, жәрдеміме мұқтаж, сөз жәрдеміме мұқтаж адамдар көп болады. Солардың талай тіпті әлгі біреулермен жанжалдарына, дауларына, сот процестерінде де адвокат болуыма, солардың сенімді өкілі болуыма тура келді. Осы кездерде мен өзім қорғаныма алған, қамқорыма алған адамымды сол сот процесінде дейін, жаңағы медиациялық тәртіппен болсын, жеңіп жеткен кезде, енді оның қарсыластарының өкпелеген кездері болды. Бірақ ол кездерде де олар бізге қарамай жүрсе де, солардың арасын жақындатуға мен мейлінше күш салдым. Ең бірінші қолымды созып амандасатын өзім. Сондықтан ал енді артық ауыз айтып кетіп, тәкаппарлықпен ешкімді ренжіткен жоқпын дегенімде күнәһарлық болар. Ренішім болса, мінез құлқыммен көрсетіп қойған сондай бір
келеңсіздіктерім болса, дәл қазір эфирдің алдында да барлығынан кешірім сұрағым келеді. Келешегіңізді қалай елестетесіз? Келешегім жарқын. Мен, Құдай қаласа, аздаған уақытта зейнет жасына шығамыз деп көңілімді толтыра айтам. Бала шағаның қызығын, аман есен, рахатын көру. Ол үшін әрине ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болу керек. Алла тағалам тосыннан, бәле жаладан сақтау керек, тіл көзден, тіл шықтан, барлық жамандықтардан сақтау керек. Жер жаһанды, сосын елімізді аман есен Алла тағала қорғайтын болса, тыныштық болса, шынымен де мен ойлаған жарқын заманды сүреміз деп ойлаймын. Аманат дегенді қалай түсінесіз? Аманат деген нәрсе, аманатқа қиянат жүрмейді деген қанатты сөз бар. Ол бір мөлдіреген, ең асыл, бағалы ұғым. Аманат деген сөзді ауызға алғанның өзінде кез келген адам оған өзінің жауапкершілігін түсіну керек. Сен аманат деген сөзді айтқан кезде, сен өзің сол аманатқа лайықсың ба? Аманат деген ұғымның өзін аузыңа алуға лайықсың ба? Әрине, ол үшін сенің өзіңнің ішкі дүниең таза болу керек, кіршіксіз болу керек, кірбің болмау керек, ойыңда арам нәрсе тұрмау керек. Мен осы жағынан аманат деген ұғымды қастерлі сөзге жатқызам. Тәуелсіздік сөзін естігенде ойыңызға не келеді? Қазір ресми және ауызекі тілде тәуелсіздік десек, біздің еліміздің сонау ұлы держава, кеңестік үлкен одақтан ыдырап, өзінің егемендігін алған сәттер көз алдымызға келеді әрине. Ал енді жеке тұрғыдан өзімнің басыма келетін болсам, тәуелсіздік деген сөз ішкі рухымыздың еркіндігі. Дәл қазір біз шынында да тәуелсіз елімізде егемен халқымыз, сосын мынау қазіргі жас ұрпақ еркіндікте өсіп келе жатыр. Осы жөнінен тәуелсіздік деген ұғым біздің осы жағдайымызға, заманымызға лайықты ұғым, бірақ жас ұрпақ еркін екенмін деп еркінсімеу керек. Барлығында өзінің шегімен өмір сүрсе, сонда еркін ойлы ұрпақтан келешекте жарқын азаматтар пайда болады деп ойлаймын. Ашуланған кезде не істейсіз? Ашуланған кезде ішімнен дұғамды айтам, сабырға шақырам. Аузубилляхи минашшайтанирраджим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп, тілімді калимаға келтіріп, ла илляха илляллах Мұхаммаду Расулуллах деп, өзімді өзім басам. Егер менің сол көпшіліктің ортасында көп жүретін, менің өзім сондай ашуланшақ болатын болсам, мен дәл қазір сіздердің алдарыңызда осынша уақыт сөйлеп отырмаған болар едім. Ауырып қалған болар едім. Әлгі қан қысымы көтеріліп кету деген бар ғой, давление деген дерт бар. Сол дерттің ушығуына дәл қазір уақытта жастарда да бар дейді. Жасарып кетуіне адамдардың өзі, біздер өзіміз кінәліміз. Өйткені өзіміздің бойымыздағы бүкіл эмоцияны дұрыс игере алмағандықтың кесірінен сондай дертке ұшырап жатамыз. Сондықтан мен мейлінше ашуланбауға тырысам, әрине, бірақ өмір болғаннан кейін ондай жағдайлар болуы мүмкін, өзімді өзім ұстауға тырысам, сабырға шақырып. Қатты қуанғандағы амалыңыз? Мен қазір ойлап қарасам, өте қатты қуана алмайды екем. Қатты біреулер жақсы қуанып жатады ғой, бір секіріп жатады, қуанып жатады, шапалақтап жатады. Мен сол кезде көзімнен жас шықса жас шығар, дауыстап та қуанып, қуанғанымды дауыстап та сездіре алмаймын. Ішімнен сол тоба, тәубемді айтып тұрам. Бар эмоциям осы. Сол қуанышымды Аллам ұзағынан сүйіндірсе екен деп тілеп тұрам ғой сонда. Атақ пен абыройдың айырмашылығы? Бір қарағанда атақ пен абырой қос сөз сияқты, қатар жүретін сияқты,
Бірақ әрине атақ деген уақытша. Ал абыройдың өміршең болуы ол адамның өзіне байланысты. Әрине атақты кез келген жерде осы қазір кейбір қоғам мүшелері айтып жатады, атақты сатып та алуға болады деп, сатып алуға болады деп. Сондықтан ал абыройды ақшамен де, байлықпен де, билікпен де, лауазыммен де еге болып сатып ала алмайсың, бағындыра алмайсың. Егер сен өзің абыройсыз адам болатын болсаң, айырма жер мен көктей екеуінде. Дос пен жолдас дегенді қалай түсінесіз? Екеуі синоним сөздер. Алайда достың ғұмыры, дос болатын адамдардың достығының ғұмыры ұзақтау болу керек. Жолдастық ол кез келген уақытта үзеңгілес, мынау жолда кез келген жерде жолаушы келе жатып те бір-бірімен аралас құралас болатын, бір кезеңдерде араласып, бір уақыттарда араласпай кететін адамдарың. Әрине ол да көңілдің түкпірінде ұмытылмай тұратын шығар. Ал енді дос деген ұғымға лайық адамдар, олар бір-біріне жанын да беруге дайын болып тұратын адамдар. Айырмасы осылай деп түсінемін. Соңғы оқыған кітабыңыз? Дәл қазір Рамазан айы, мен сондықтан енді айтпай кетуіме болмайтын шығар, дауыстап айтқаным да ыңғайсыз ба, әбестік пе. Дегенмен де мен 14-ші рет 1216 беттен тұратын 2016 жылы шыққан Құран кәрімді 14-ші рет оқып жатырмын қазір. Қайталап оқып жатырмын, өзім үшін оқып жатырмын түнгі уақытта. Ораза айында кешкі ауызашардан кейін сәресіге дейін уақытты мен сол Құранды қайталап оқып шығуға тырысамын. Айталық, мысалы кеше 52 аяттан тұратын 14-ші Ибрахим сүресін аяқтап біттім. Енді Құдай қаласа бүгін ауызашардан кейін Алла бұйыртса 99 аяттан тұратын Әл-Хижр сүресін бастап қайталап оқып шығам деп отырмын. Сонда соңғы оқыған кітабым Құран болып тұр ғой. Ал енді әдеби көркем шығармалардан да өзімді өзім өз ішкі рухымды жаңартып отыру үшін оқып отырам. Соңғы оқыған кітабым қайталап оқыдым тағы да. Дулат Исабековтың Қарғын деген кітабын өзім үшін бір жаңартып қайталап оқып шықтым. Алғаш рет қанша теңге жалақы алдыңыз? Менің алғашқы еңбек жолымды бастаған уақытым 86 жыл болатын. Өткен дәуірдің 1986 жылы және ауылда мұғалімдік мамандықты алып, мұғалім болып кірдім. 36 сағатпен жұмыс істедім. Күндіз түні апталық жүктеме 36 сағат. Сөйтіп, бір ай болар уақытта ауырып қалдым да, осы облыс орталығына ауруханаға жатып қалдым. Сонда әлгі ауылдан осы облысқа қызмет бабымен келген мектебіміздің директоры маған сол жалақымды ала келіпті. Қолыма, өзім ауруханада жатырмын, 230 сом, ол кезде сом рубль, 230 сом ақша санап берді, мынау сенің айлығың деп. Бұл сол кездегі әлгі кеңшар совхоз директорларының айлығы егер 300 сом деп есептейтін болсақ, ал менің жалғызілікті анам ауылдың ауруханасында аспаз болып жұмыс істейтін, ол кісінің алатын айлығы 66 сом деп есептейтін болсақ, сонда менің 230 сом айлығым ұшан теңіз, көл көсір ақша. Ең алғашқы алған айлығым осы және керемет көп болатын. Оны қайда жараттыңыз? Мен сол ауруханадан көп ұзамай шыққаннан кейін жаңағы 230 сом ақшамды орап алып, сөмкеме салып, ауылға барып, аман есен шешемнің қолына ұстаттым. Шешем ол нәрсеге бірталай дүние алды, бірталай керек жарағын бүтіндеп алды. Тіпті сол айлығымды, бірінші айлығымды апарған кезде анамның көзі жасқа шыланып қалғанында көз алдымда, қуаныштан. Соңғы рет кіммен ұзақ телефон арқылы сөйлестіңіз? Ең ұзақ сөйлескенім бұл осы ораза айынан сәл-ақ уақыт бұрын осы біздің Тараз қаласында Қуаныш Ауғанбаев деген қол арбаға таңылған, бірақ ғажайып ақын, жас ақын бала бар. Сол бала
бірнеше рет телефон соғады, мен жұмыс басты болып телефон көтермеймін. Содан сол баланың телефон соққаны телефонымда тұрады ғой, ұялы телефонымда. Уақытымды жинап қойып, кешкі уақытта сол Қуанышқа телефон соқтым. Екеуміз шынында да бір ұзақ. Мен өйтіп ешкіммен сөйлескен емеспін. Жалпы мен телефонға сөйлесе бергенге құмар адам емеспін. Бірақ Қуаныш балам, Қуаныш ақын екеуміз 4-5 сағат сөйлестік. Арасында телефон өшіп қала береді. Қуаныштың өлеңдерін тыңдадым ортасында. Қуаныштың сырын тыңдадым, мұңын тыңдадым. Өзім де балаша қуандым. Сол баламмен, менің баламмен жасты балалар ғой, Қуаныш Ауғанбаев. Сол баламмен сөйлескенім әлі күнге шейін көңілімнің төрінде тұр, және бір өзімнің жүрегіме жылылық ұялатады. Тағы да бір қолым тисе, сол Қуаныш ақынмен тағы да бір солай ұзақ сөйлескім келіп жүр, Құдай қаласа. Ең сүйікті ісіңіз? Дәл қазіргі уақытта менің ең сүйікті ісім өзімнің үйге барып, қолым бос болса, кабинетіме, бөлмеме, жазу бөлмеме барып, өзімнің қағаздарымның ішіне көмілу. Жаңағы кітаптарды ақтару, оңаша қалу, оңаша ойлану. Ең сүйікті, маған ләззат беретін нәрсе. Өз ойыммен өзім арпалысып, өз ішкі дүниеммен өзім сырласып, мұңдасу. Сүйікті ісім. Бақытсыздыққа бастар жол. Қазір психологтардың айтуынша адамның тағдырын дейді. Енді ол әрине Алланың лаухул махфузында ерекше айтылған нәрсе ғой, ұғым. Бірақ психологтар былай дейді, енді халықты, елді, адамдарды тәрбиелеу мақсатында қолданатын сол кісілердің әдісі ғой. Адамның тағдыры адамның өзінің мінезіне байланысты дейді. Мен осыған да келісем. Егер мінезің көркем болмайтын болса, сенің де бақытсыздығың соншалықты болады. Көрдіңіз бе? Ал егер мінезің көркем болатын болса, сіз бақытсыздыққа ұшырамауыңыз керек. Бақыттың жолына, тура жолға түсесіз деп ойлаймын. Сондықтан барлық адамдарды алдымен өзінің, егер болса табиғатында, ит мінезімен күресуге шақырар едім. Өзінің көркем мінезімен өмір сүруіне шақырар едім. Сонда бақытсыздықтың жолы жабылады, бақытты жол ашылады. Алладан сұрайтын ең қымбат тілегіңіз? Алладан тілейтін бар тілегім сол біреу-ақ, заманның, елдің тыныштығы, бейбіт өмір, және мен тағы да айтар едім, бізден кейінгі жас ұрпақтың саналы болуы, тұрмысының сапалы болуы, осыған Алла тағалам жар болса екен деймін. Сіздің ақиқатыңыз? Жалпы мынау фәни жалғанда өмір сүріп жатқаннан кейін, өмірдің өзі жалған деп санаушылар басым болғандықтан, ақиқат қаншалықты шынайы, оны да тек қана Алла біледі. Менің ақиқатым, менің осы тұла бойы тұрған кейпім деп ойлаймын. Өйткені жүрісім де осы, тұрысым да осы, бар сөзім де осы, шыным да осы, өтірігім де осы. Оның түбінде ақиқатым